Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Алып-Ертонға деген жырмен байланысты өзімнің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастырамын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Жоқтау деген не? Ол не үшін айтылады? То есть спрашивается, что такое оплакивание и зачем оно делается? Жауабымызды видеоның астында көре аласыздар, және жауабымыз осындай болады. Жоқтау қазақ халқының әдет-ғұрпында адам қайтыс болған күннен бастап, оның жылы өтіп, асы берілгенше сол кісіні жоқтап сөйлеу. Яғни жоқтау сол өлген кісінің мінезін, өмірде жасаған игі істерін және сол кісінің өлімі әкелген бүкіл қайғы қасіретін сипаттайды. Жоқтау дүниеден өткен адамды құрметтеу мақсатында айтылады. Енді барлығын аударайын. Жоқтау, или же по-другому можно сказать элегия, по традиции казахского народа это оплакивание умершего со дня смерти до поминок, то есть после того, как пройдет 1 год после смерти. То есть оплакивание это вспоминание характера умершего, добрых проступков этого человека и описание всей этой гори и скорби, которая принесла смерть этого человека. Оплакивание делается с целью почтить умершего. Болды достар, сау болыңыз.